Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай бауырдан жасалатын, өте дәмді, жұмсақ болып шығатын, дәмі тіл үйіретін котлеттер дайындайтын боламыз. Өте тәтті болып шығады, бастысы тез-тез дайын болатын тағам. Ең сәтті шығатын рецепттердің бірі. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписация белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен осылай үлкен бір дана пияз алсаңыздар болады. Пиязды алып, осылай майда бөліктерге бөліп аламыз. Ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болуы үшін. Және де 1-2 дана картопты алып, оны да ет тартқыштан өтетіндей етіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Қалауыңыз бойынша сәбіз қосып жіберсеңіз де болады. Мен картоп қосып жасамайтынмын, тек сәбізбен жасайтынмын. Бұл жол картоппен жасадым, өте дәмді болып шықты. 3-4 тісше сарымсақты аламыз. Бауырды алып, керек емес жерлерін алып тастаймыз да, майда бөліктерге бөліп аламыз оны да. Барлығын осылай бөліктерге бөліп алып, ет тартқыштың көмегімен пиязды, картопты, сарымсақты және бауырды барлығын өткізіп аламыз. Мінекей бауырды өткіздік. Үстінен сарымсақ, картоп, пиязымызды саламыз. Үстінен 1 жұмыртқаны жарып салып жібереміз. Сүт құямыз. Және де татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен сүтіміз барлығы 1 келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұн қосып тағы да араластырамыз. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описанияға жазып қалдыратын боламын. Осылай барлығын 1 келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осы уақыт аралығында табамызды қыздырып қоямыз. Табамызды қыздырып үстінен май құйып қойдық. Енді бауырды алып, 1 ас қасықтан домалақ етіп құйып шығамыз. Газдың астын орташа отқа қоямыз. Қатты отта тұрса, күйіп кетуі мүмкін. Ортасы піспей қалады, ал жайғы отқа қойсаңыз, майдың бәрін өзіне сіңіріп алып, котлеттеріміз майлы болып кетеді, сондықтан отты бақылаңыз. Барлығын осылай құйып шықтық. Енді 2-3 минут аралығында қызарғанша ұстаймыз. Қызарғаннан соң келесі бетіне шаншқының көмегімен осылай келесі бетін аударып шығамыз. Тағы да 2-3 минут аралығында қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығатын, тез дайындалатын котлеттер. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Достар, менің арнамнан көптеген керемет, тез дайын болатын, сәтті шығатын, оңай дайындалатын рецепттер таба аласыздар. Сондықтан, егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойуды да ұмытпаңыз. Осындай кереметтей тегін мастер-класстар шыққанда бірінші болып сіз көретін боласыз. Осылай қағаз сүлгінің үстіне орналастырамыз, майын тартып алу үшін. Осымен біздің котлеттер дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шықты. Егер үйіңізде бауыр болса, міндетті түрде жасап көріңіз. Осы тағаммен қасына гарнирлер пісіріп, мен бифштекс жасадым. Етті котлеттің орнына қолдандым. Өте дәмді болып шықты. Сізде солай жасасаңыз болады. Соңынан менің жасаған бифштексімнің суретін қалдырып кетемін. Пайдаңызға жарасын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Осы котлетпен дәмді кешкі ас жасаңыз. Осындай өте әдемі, сүйкімді тағам. Ас болсын, сіздермен болған Мадина.